Сәлем балалар, әдебиетті оқу 6-шы сабақ 2-ші сынып. Тақырыбы мен білетін ақындар. Өлең туралы түсініктеме беру, өз ойын сезімін жеткізе білу. Кімдер бейнеленген? Өлеңді оқып, кім жазғанын анықта. Кел балалар оқылық, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Балалар, өлеңді кім жазды? Ыбырай Алтынсарин атамыз жазған. Өлең не туралы? Барлық балаларды мектепке оқуға шақырады. Оқуға ынтамен, ықыласпен, көкірегіне тоқып оқу керектігін осылай айтады. Өлеңді ақын жазады. Өлең жолдарындағы соңғы сөздер ұйқасып тұрады. Мысалы, оқылық, тоқылық. Балалар, қазір біз өлеңді шағын өлең құрылысына талдап көрейік. Бір Аллаға сыйынып дегенде неше буын бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 буын бар екен. Екінші тармағында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни бұл өлеңді 7 буынды бір шумақ болыпты бізге берілгені. Содан кейін талдап көрейік жаңағы ұйқасына. Сыйынып А, оқылық Б, көңілге В, тоқылық Б. Яғни біз бұл жерде екінші тармақ пен төртінші тармағы ұйқасыпты, сондықтан әріптеріміз бірдей болады. Ендеше бұл өлеңді ақындар жазады екен. Бұл бізде жаңа өлең құрылысына талдадық шағын. Менің өмірім. Менің әкем жапа көшпелі кедей болған. Тұрған жеріміз құлазыған кең жазық дала еді. Жазық, кең дала менің отаным болды. Мен киіз үйде өстім. Сол кездегі барлық қазақ баласындай мені де көшкенде бесігімен алып жүрдім. Мен домбыра тартуға әуес болдым. 12 жасымда домбыраны әкемнің інісінен үйрендім. Домбыра қолыма тигенде жан жүйем елжірегендей болатын еді. Домбыра тартып, ән салып, мені қатты қызықтырды. Табиғат маған күшті жуан дауыс берген. Мен далада ән шырқағанда дауысым бүкіл даланы күңіреткендей болатын еді. 15-ке толғанда мені атақты ақын Сүйінбай тұратын ауылға келдім. Оның үйіне таяп келдімде әндете бастадым. Өлеңіме риза болған Сүйінбай мені үйіне шақырды. Сенің ақындық қабілетің бар екен, дауысың да жақсы, ұнайсың жігітім деді. Қарт ақынның тілегі бойынша мен көптеген әнді құйқылжыта айтып бердім. Сүйінбайдың ақындық шеберлігіне таңдандым, сүйсіндім. Бұл менің өмірімдегі бақытты сәттердің бірі еді. Яғни бұл жерде Жамбыл Жабаевтың естелігі өзінің өнерге деген құштарлығы туралы айтылған. Жамбыл Жабаев 1846 мен 1945 жылы арасында өмір сүрген жырау, жыршы, ақын. Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жамбыл айтыс өнеріне алдына жан салмаған жеңімпаз ақындардың бірі. Сөздер әуес болу деген құштар болу, ынтық болу. Яғни құштар болу, ынтық болу не нәрсеге? Ол домбыраға, ақындық өнеріне осындай құштар болған. Кейіпкердің қуанышын қай сөзінен байқауға болады? Сенің ақындық қабілетің бар екен, даусында жақсы, ұнайсың жігітім деген жаңағы Сүйінбай ақынның осы балаға, Жамбылға берген бағасы. Бала Жамбылдың бойында қабілеттер туралы жаз деді. Балалар, біз осы Жамбылдың қандай қабілеттерін байқадық? Біріншіден, домбыраға деген сүйіспеншілігі, құмарлығы, оны үйренем деген осындай талпынысы болды. Содан кейінгі енді өлең жазу, ақындық өнері де бар. Өзі жас кезінен ақындардың өлеңдерін оқи отырып, өзі де өлең жаза бастаған. Содан кейінгі енді адамдармен сөйлесу қабілеті де бар, табандылығы бар. Мінекей ақынның қабілеттері осындай екен. Мәтініне қандай әсер алдым дегенде енді өз балалар әркім өз ойын айтуы керек. Жамбыл Жабаев Сүйінбай ақын туралы үлкендерден сұрап, қосымша мәлімет іздеді. Сендерге мен шағын мәліметтер жазып қойдым. Тағы да өздерің ізденуге болады. Балалар, бүгін осымен біз сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта сен қандай тақырыптар мен не үйрендің?
яғни біз біріншіден өлеңнің құрылысына шағын талдау жасадық, ақындармен таныстық. Ақын деген кім екен? Ол өлең жазатын адам туралы екен.